Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бір жасағаннан сәтті шығатын сырникидің рецептісін бөлсемін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Сырникидің керемет болып шығуы ол сүзбеге байланысты. Біздің сүзбеміздің суы шығып тұрмаған болуы керек. Сонда әдемі сырникилер шығады. Үстінен шамамен 65 грамдық жұмыртқаны салдым. Екеуін бір келкі болғанша осындай блендермен езіп аламыз. Міне екеуін біз араластырып алғаннан кейін осындай әдемі бір масса шықты. Өзінің формасын ұстап тұрады. Және де біз үстіне бір ас қасық ұн саламыз. Негізі ұнды бірден көп салмаймыз. Қаншалықты сұйық немесе қою екеніне қарап отырып саламыз. Егер сұйықтау болса, тағы да кішкене ұн салуға болады. Міне менде өзінің формасын ұстап тұратын масса пайда болды. Енді біз ең соңында үстіне құмшекер саламыз. Бұны біз әдейі соңында саламыз, өйткені білесіздер, шекер өзінен су бөліп, біздің массамызды сұйық етіп жіберуі мүмкін. Формасын ұстамай қалады, сондықтан біз соңында саламыз. Енді біз шым-шым тұз саламыз. Негізі тұзды ұнмен бірге салуға да болады. Және тағы да араластырамыз. Болды, біздің массамыз толығымен дайын. Енді біз форма жасайтын боламыз. Міне біз осылай ұнмен жұмыс жасаймыз. Өйткені бізде сырники, яғни творогтарымыз жабысқақ болады. Қолымызды осылай ұндап аламыз. Шамамен 50 грамдай осылай бір ас қасықтай сүзбені дөңгелек етіп формасын жасап қоямыз. Мендегі массадан 10 штук сырники шықты. Дөңгелек шарик етіп алғаннан кейін біз барлығын енді сырникидің формасына келтіруіміз керек. Онымен жұмыс жасаймыз міндетті түрде жабыспас үшін. Үстін кішкене жағынан басамын, өйткені маған пышный сырники болғанын қаладым. Осындай стаканның көмегімен дөңгелетіп айналдырамыз. Сол кезде біздің сырники өте әдемі болып шығады. Екі шетінен аударып, тағы да осылай айналдырамыз. Сол кезде біздің екі шеті сырникидің және оның жан жақтары осындай теп-тегіс өте керемет болып шығады. Біз барлық сырникилерді осылай жасап шығамыз. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, оны сіздер туыстарыңызға, достарыңызға таратсаңыздар, және де менің каналыма кішкене болса да дамуына үлес қоссаңыздар, мен өте қуанышты боламын. Міне осылай барлық сырникилерді жасап болғаннан кейін қызып тұрған табамызға сары майды ерітеміз. Көп мөлшерде сары май қажет болмайды, немесе кәдімгі сұйық майға да пісіруге болады. Сырникилерді осылай орналастырамыз. Орташа оттан аздау отта біз бір шеті сарғайғанша 4-5 минут пісіреміз. Сосын келесі бетіне аударып, тағы да 4-5 минуттай пісіріп аламыз. Негізінде бетін жауып пісірсеңіздер өте керемет, сочный болып піседі. Таңғы асқа осы рецептпен міндетті түрде сырники жасап жесеңіздер, сіздерге өте қатты ұнайтынына мен сенімдімін. Дәмі деген өте керемет болып шығады ғой, өте пайдалы, әрі де оп-оңай жасалынады. Сырникиді ыстықтай балмен, вареньемен, сметанамен жесеңіздер, дәмі одан да керемет болып шығады. Таңғы асқа күшті бір идея десем де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына мен 100% сенімдімін. Сіздермен болған Нағима, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның астында толық рецепт бар.